الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأطيبان على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين. Bizler өздеріңіз білесіздер, алдыңғы сабағымызда, алдыңғы аптамызда сана деген бағдарлама бастаған тұғынбыз. Сол бағдарламада біздер иншалла ислам дінінің ақиқат дін екендігін, және де ислам дініне тасатушы, ислам дініне жала жабушы әр түрлі топтардың істеп жатқан іс-әрекеттері дұрыс емес екендігін сабағымыздың барысында түсіндіріп барамыз дедік. Білесіздер, регламентіміз бойынша 20-25 минут мен өзім дайындап келген тақырыпта сөз қозғаймын. Сосын сіздерге сол тақырып бойынша сұрақтарға жауап беруге мүмкіншілік береміз иншалла. Ағайындар, қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, ислам дініне өте үлкен, жойқын, жоспарлы түрде шабуылдар ұйымдастырылып жатыр. Кейбір адамдар ислам дінін ақылға қайшы, ислам дінінің іс-әрекеттері қисынға сыймайды дегенді алып келгісі келіп жатқандығының куәсі болудамыз. Енді бүгінгі тақырыбымыз сол ақыл деген не? Сол тақырыпта болмақ. Ақыл дегеніміз не? Ақылдың ақиқаты қандай? Момын мұсылман адам ақылмен қалай мәміле жасау керек? Осыларды иншалла бүгінгі тақырыбымызда сөзіміздің, әңгімеміздің арқау ететін боламыз. Білесіздер ма? Ислам шариғатында әрқашан ақылға сүйенуге, ақылмен іс жүргізуге үндеген. Мысал ретінде айтайық. Егер де ислам шариғатының ең үлкен құлшылықтары, мәселен, Алла тағалаға иман келтіру, намаз оқу, ораза ұстау, зекет беру, қажылыққа бару 5 парыз бар дейтін болсақ, сол парыздардың барлығында талап етілетін бір нәрсе ақыл есі бүтін болуы. Жынды адамға ешкім намаз оқы деп айтпайды. Ақылы жоқ адамға ешкім ораза ұста деп айтпайды. Ақылы бүтін емес адамға ешкім зекетіңді бер деп айтпайды. Демек, біздің ислам шариғатының құлшылық ғибадаттарының өзі ақыл есі бүтін болудың үстіне құралған екен. Егер де сіз Құран-ы Кәрімге жүгінетін болсаңыз, Құран-ы Кәрімді Аллах Субханаху ва Тағаланың сөзі болған Құран-ы Кәрімді парақтап шығатын болсаңыз, Құранда Аллах Субханаху ва Тағала өте көп орындарда ақыл иелеріне жүзденгенін көресіз. Ақыл иелеріне жүзденгенін көресіз. Мәселен, аспандар мен жердің жаратылысында, күн мен түннің ауысып тұруында ақыл иелері үшін аят дәлелдер бар дейді. Өнегелер бар дейді. Ақыл иелері үшін осылар Алланың бар екендігіне, бір екендігіне білдіретін белгілер бар дейді. Немесе мына түйенің қалай жаратылғанына қарамайды ма? Аспанның, жердің қалай жаратылғанына қарамайды ма деген сияқты бізге ақыл жүргізіп, мына жаратылыстар жайлы, сыртқы әлем жайлы ой жүргізіп көруімізге Аллах Субханаху ва Тағала өте көптеген аяттарда бұйырған. Тіпті ислам діні мәселен сақтау керек болған 5 негізгі нәрсе бар. Соның бірі бұл ақыл. Сондықтан да ақылды сақтауға бұйырған дін болғандықтан, ақылды кетіретін нәрселерге ислам діні өте қатты қарсылық танытқан. Мысалы, арақ шарап. Арақ шарапты білесіздер, ақылды кетіреді. Бір жындыдан сұрапты дейді. Ей, сен неге арақ ішпейсің? Неге, бір адамнан сұраған ғой, сен неге арақ ішпейсің? Десе, ал айтыпты, мен депті, ақылды болуға осы уақытқа дейін талпынамын депті. Неге? Өз қолыммен, әдейі, өзім ерікті, саналы түрде сол ақылды құртатын нәрсені ішуім керек деп жауап берген екен. Ақылдыдан мәселен арақ ішпейді. Неге ақылды кетіреді? Есірткі болсын, басқа болсын. Осылардың барлығына ислам шариғаты қарсылық танытады. Неге? Ақылды сақтауға бұйырады ислам шариғаты. Ақыл мен іс жүргізуге бұйырады. Тіпті мәселен екеудің ортасында үкім берген кезде де не істейді? Ашуланып тұрған кезде үкім берме дейді. Ашуланып тұрған кезде үкім берме дейді. Неге? Өйткені ашуланған адамнан ақылы кетеді. Ақылы кетіп қалады. Енді сұрақ туындайды.
Осы кезде бір сұрақ туындайды. Қазір мәселен көпшілік адамдар, көпшілік нелер әлеуметтік желілерде болсын, басқаларда болсын, иә, мәселен біздер Аллах субханаху ва тағаланың бар екендігін, бір екендігін, періштелер әлемі, жындар әлемі, жәннат, тозақ жайлы айтатын болсақ, кейбір адамдар ақылға салады да, қисындарына салады да, бұл қисынсыз дейді. Ақылға сыйымсыз дейді. Ақыл оны қабылдай алмайды деп жатады да, субханалла. Сол үшін біздер ақылдың не екенін жақсылап түсініп алып, ақылдың жұмыс істейтін өзінің майданы қандай екенін, оның шеңбері қандай екенін біліп алатын болсақ, осы сұрақтардың жауабын түсінуіміз оңай болады. Жаратушы Аллах субханаху ва тағала жайлы, мәселен, Құран-ы кәрімді ғайып ілімі дейді ғой. Аллах субханаху ва тағала мәселен, әлиф лам мим, заликал китабу ла райба фих. Яғни, әлиф лам мим ұғымын Алла біледі, заликал китаб. Міне, анау кітап. Аллах субханаху ва тағала Құран-ы кәрімді міне қолыңдағы кітап деп айтса болады, жоқ, анау кітап деп ұзақ ишара жасаған халде. Яғни мәртебесі, дәрежесі жоғары болған Құран-ы кәрім кітабы ла райба фих. Оның ішінде ешқандай күмән жоқ деп жатыр. Худаллил муттақин, муттақиндерді тура жолға бастаушы дейді. Муттақиндер деген кімдерсе, әллазина юъминуна бил ғайб. Ең бірінші сипаты ғайыпқа иман келтіреді. Ғайып деген не? Аллах субханаху ва тағалаға білеміз, мысалы иманның шарттары, мәселен, періштелерге, пайғамбарларға, кітаптарға, ақырет күніне, өлген деген қайта тірілуге, тағдырға иман келтіру сияқты ғайып ғылым бар. Міне осы нәрселерге иман келтіреді дейді, мәселен. Осы нәрселерге иман келтіреді дейді. Бірақ кейбір адамдар кішкене өздерінің ақылына салып көреді, бұл ақылға сыйымсыз ғой деп жатады. Енді біздер осы нәрсені бір кішкене түсініп алайық та осы сабағымызда. Кейінгі Құдай қаласа сабағымызда, бұл сабағымыз келесі аптадағы сабағымызға иншалла кіріспе ретінде айтылатын сабақ болады. Енді ақыл дегеніміз не? Ақыл дегеніміз не? Енді соған тоқтасақ. Өйткені ақыл мәселесінде жаңа айтып өттік, мына біздің қоғамда болсын, жалпы әлемдерде болсын, қазір тек қана ақылмен үкім беруіміз керек. Ақылға, қисынға келмеген, қисынға сыймайтын нәрселерді біздер қабылдамауымыз керек деген өте үлкен топтар пайда болып жатыр. Өте үлкен топтар пайда болып жатыр. Олар барлық жерлерге, барлық мәселелерге осы ақылды кіргізу арқылы жауап беруге тырысады. Енді ақыл дегеніміз не? Біз бірінші жақсылап соны біліп алатын болсақ, иншалла кейін қалғандарын барлығын түсінуіміз оңай болады. Жалпы ақыл деген мәселеде ақыл иелері өте көп талас тартысқа түскен. Яғни ақылдың ақиқатын түсінуде ақыл иелері өте көп талас тартысқа түскен. Мәселен, бір нәрсені айтпайды. Ақыл дегеніміз не деген кезде, міне мынандай деп тұр, бүкіл ақыл иелерінің барлығы, адамдардың барлығы бір ауыздан, міне осындай нәрсе, осы ақыл деп ешкім айтпайды. Ақыл дегенімізді пәленше бұлай деп айтады, түгенше бұлай деп айтады, батыстың ғалымдар бұлай, шығыстың ғалымдар бұлай, анау бұлай, мынау бұлай. Енді сіздерге барлығының сөздерін енді оның барлығын қазір жек-жектеп бұлай саралап тұратын болсақ, сіздердің жаңағы уақыттарыңыз да, біздің уақытымыз да оған жетпейді. Өте қиын болып кетеді сабақ, өте қиын болып кетеді, ауыр, ұзақ терминдер болып кетеді. Сол үшін мен солардың сөздерін бір кішкене қысқартып, мазмұндамасын айтып берейін. 4 үлкен топқа бөлінеді. Ақылды мағынасын шаққан адамдар 4 үлкен топқа бөліп айтады. Ең біріншісі, Аллах субханаху ва тағала адамзаттың жан-жағын, айналасын көріп, түсініп, білу үшін адамда жаратқан түйсік деген мағына дейді. Яғни біз осы мағынаны иншалла бүгінгі сабағымызда осы мағынаны өзімізге жолбасшы етіп алған халде ақылды түсіндіріп, оның қай жерде жұмыс істейді, қай жерде жұмыс істемейді, қай жерге кіреді, қай жерге кірмейді, соның барлығын өтір нүктесіне дейін айтатын боламыз. Бірақ ақыл деген не екен? Анықтамасы Аллах субханаху ва тағала адамның айналасын жақсылап түсініп, айналасын білу, танып білу үшін адамда жаратқан түйсік, тану бір несі, белгісі деп айтамыз. Енді осы нәрсемен біздер білеміз, адам айуаннан, жан-жануардан осы нәрсемен ерекшеленеді. Мәселен, жан-жануарларда Аллах субханаху ва тағала біздің адамзатқа бергеніндей ақыл бермеген. Адамзатқа бергенде ақыл бермеген. Егер бізден ақылы болатын болса, қаншадан қанша үлкен жануарлар бар. Мәселен, пілді алып қарайық. Пілге біздің қанша
тырыссақ та, қанша әрекет жасасақ та шамамыз келмейді. Одан күшті бола алмаймыз. Не болмаса, небір мықты көкпар аттары бар. Көкпар аттарын біздер икемдеп, жаңағы тақымымызға мықтап қысып, соны мініп жатамыз да. Бірақ Аллах субханаху ва тағала ақыл беріп қоятын тура біз сияқты ойланатын болса, ол бізбен бірге қиналып, ана жерде терлеп тепшіп шауып жүрмейтін еді. Демек бізді жан-жануарлардан ерекшелейтін нәрсе осы біздің ақылымыз екен. Жындылардан да, сау адамдарды ерекшелейтін нәрсе бұл ақыл екен. Екіншісі, барлық ақылдылардың келіскен, бүкіл ақылдылардың бір ауыздан келіскен қағидалар осыны ақыл деп айтады. Мысал ретінде айтайық, барлық ұғым кейбір ұғымынан үлкен болады. Мысалы, мына бір зат, осы зат толықтай бөлшегі, оның бір жартылай бөлшегінен көп. Енді сәл кішкене қиындау терминдер, мен оңайлап қылайын, mesela 2-2-ні қоссаң 4. 2-2-ні қоссаң 4 деген сөзді бүкіл ақыл иелері келіседі. Немесе 3-1-ден жоғары сан дегенді бүкіл ақыл иелері келіседі. Яғни бүкіл ақыл иелерінің келісетін бір термині десек болады. Үшіншісі, мәселен, үшінші ақыл деген кезде не нәрсені түсінеді десе, үшіншісі, мынау ой жүргізу үшін, бір нәрсеге дәлелдеу үшін табылатын жаңағы теориялық ғылымдар. Теориялық ғылымдарды ақыл деп айтады. Мәселен, теориялық арқылы физика болсын, математика болсын, басқа болсын, теория арқылы, іс жүзінде емес, теория арқылы жетілетін ғылымдардың кез келгенін ақыл ғылымдары деп айтылады. Философия ғылымы осында ақыл ғылымы деп айтылады. Төртіншісі, бұл амал, іс әрекет деген мағынада қолданылады. Яғни бір білімді білдік, сол білімге амал етуімізді ақыл деп айтамыз. Ақыл деп айтамыз. Неге? Өйткені білгеніне амал ету бұл ақылды адамның іс әрекеті. Сондықтан да біздер бір білімді біліп, бір нәрсені танып, соған амал етуімізді ақыл деп айтамыз. Аллах субханаху ва тағала Құранда айтады ғой, жаңа Мүлк сүресінің 10-шы аятында: "Уақалу лау кунна насмау ау нағилу ма кунна фи асхабис саар." Яғни тозаққа барған адамдар, тозақта қиналып, шыжғырылып жатқан кезде айтатын сөздер не? Қане еді? Біздер уағызшының, пайғамбардың сөзін естігенімізде, және соған ақыл жүргізгенімізде деген келіп жатыр да, тікелей аударсаңыз. Бұл жердегі мағынасы соған амал еткенімізде. Яғни оны естіп, соған амал еткенімізде біздер тозақ иелерінен болмаған болар едік деген сөз. Яғни білгенге амал етуді бұл ақыл екен. Ақыл екен. Енді біз жалпы ақылдың анықтамасын білдік, дұрыс па? Енді бір сұрақ туындайды. Ол қандай сұрақ? Ақылдың шеңбері қандай? Ақыр бір шектелген нәрсе ма? Немесе өте кең нәрсе ма? Өте кең нәрсе ма? Ақыл деген, мәселен, кейбір адамдар айтып жатады, ақыл шексіз дейді. Ақыл шексіз. Кез келген нәрсеге кіре береді, кез келген нәрсеге үкім ете береді деп айтады. Жоқ, олай емес. Ақылдың да өзіндік шеңбері бар. Ақылдың да өзіндік шеңбері бар. Өзінің тоқтайтын, өзінің іс әрекет жүргізетін, өзінің кірісе алатын және кірісе алмайтын шеңбері бар. Сондықтан да ақылды шексіз деп бұлай жалпылама айта салу, бұл қате ұғым. Енді әрине кейбір мәселелерде ақылды шексіз деп айтуға болады. Мәселен, мынау қазіргі заманғы технологияны, ғылымды дамытқан кезде біз ақылымызбен жаңағы ойланып, ақылымызды еркіне жіберіп, барынша ойланып тұрып, технологиялардың қыр-сырын меңгеруге барынша толғанып не қылсақ болады. Бірақ ол не? Өзінің іс әрекет шеңберінде ғана әрекет ете алады. Өзінің іс әрекет шеңберінен шығып кеткен кезде ақыл жаңағы өзінің не дейді? Іс әрекеттеу, әрекет ету өзінің несінен айырылады, өзінің шеңберінен айырылады. Сондықтан да біздер мәселен шариғатқа қарайықшы, мәселен шариғатқа қарайтын болсақ, шариғат, ислам шариғаты ақылды өте қатты құрметтейді. Оны біз сабағымыздың басында айтып өттік, солай емес пе? Мәселен, жаңағы Аллах субханаху ва тағала Құран-ы кәрімде ақыл иелеріне өте көп жүзденгендігі, біздің ислам шариғатындағы құлшылық ғибадаттарымыздың барлығы ақыл иелеріне арналғандығының барлығы осыны білдіреді. Бірақ солай болса да, ақылдың өзінің істейтін, өзінің әрекет ете алатын бір шеңбері бар.
шеңбері бар. Ол мәселен ақылды үйтіп біз шектеп қоюымыз, ақылды неғып қоюымыз нейді, оның бір кемшілікті болғандығы, яки болмаса оның бір айып нұқсанды ол дұрыс емес болғандығы емес. Керісінше, ол біз ақылды біз өзінің орнына әрбір нәрсеге өзіне берілетін бағаны беріп тұрып сыйлағанымыздың белгісі болып табылады. Мәселен, мысал ретінде айтайық, ақыл кейбір мәселелерде ислам, мәселен шариғатында, Құранда және хадисте келген нәрселерден тыс кейбір нәрселерді түсіне алмайды. Мәселен, Аллах субханаху ва тағала жайлы, Аллах субханаху ва тағала жаратушы жайлы, періштелер жайлы, немесе мәселен ғайып ғылымы дедік қой жаңа. Ғайып ғылымын біздер уахи арқылы түсінеміз. Ал ақылшы, ақыл өзі сезе алатын, өзі көзімен көре алатын нәрселердің шеңберінде ғана жұмыс істейтін болғандықтан, сол ғайып ғылымына кірісе алмайды. Аллах субханаху ва тағала адамның ақылын, адамның ақыл шеңберін осылай жаратып қойған. Алла тағала Құранда айтады: "Ва хулиқал инсану даифа" дейді. Яғни шын мәнінде адам баласы әлсіз етіп жаратылған дейді. Әлсіз етіп жаратылған дейді. Демек, осы жерден бізге бір қағида келіп туындайды. Ол не? Ақылдың иелік ету құқығы бар. Ақылдың билік жүргізу құқығы бар. Бірақ оның билігі шексіз болмайды. Оның билігі белгілі бір шектеулермен, белгілі бір тыйымдармен қоршыланған шектеудің ішіндегі, белгілі бір шеңбердің ішіндегі билік жүргізу құқығы бар. Мысал ретінде айтайықшы, мәселен, оның бір мысалдары, қазір көріп жатқан әлемдерімізде өте көп мысалдары бар. Мысалы, ақыл, жаңа айтып өткеніміздей, ғайып біліміне өзінің үкімін жүргізе алмайды. Жаратушы Аллах субханаху ва тағаланың есім сипаттарында ақылымыз жетпейді біздің. Ақылымыз жетпейді. Сондықтан да біз не істейміз? Құранда және хадисте қалай келген болса, оны тәпсірлеместен, оның жаңағы мағынасына үңілместен, қалай, қайда, не деп шеңберге салмастан, қалай келді біз солай қабылдаймыз Аллах субханаху ва тағаланың есім сипаттарын. Не болмаса періштелер әлемі. Періштелер әлемінің бар екендігі, ол періштелер әлемінің біздерге жаңағы әсер ететіндігі ақиқат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Жебрейіл періште Құран-ы Кәрім кітабын алып келіп, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламмен жолыққандығы, Хира үңгірінде Аллах субханаху ва тағаланың елшісі пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жаңа Жебрейіл періштені шынайы өзінің жаратылған кейпінде 600 қанатымен көргендігі барлық ақиқат нәрсе. Бірақ біз оны танып біле алмаймыз. Неге? Біздің ғайып білімі бұл. Бұл ғайып білімі. Неге? Өйткені ақыл өзінің сезім мүшелері арқылы, көру, дәм тату, құлақпен есту сияқты сезім ұстау, осы сезім мүшелері бар. Сол сезім мүшелері арқылы білінетін нәрсені ғана үкім бере алады. Соның шеңберінде ғана іс жүргізе алады. Оның сыртына шығып кеткен кезде үкім бере алмайды ақыл. Ол солай жаратылған. Екінші мәселесі, тура жол тапқан кезде ақылдың өзіне сүйеніп біздер тура жол таба алмаймыз. Тура жолды іздеген кезде, мәселен, тура жолды іздеген кезде біз тек қана мен ақылдымын, ақылым жетеді, мен өзім тура жолды тауып аламын деп тұрып, өзімізше тура жолды таба алмаймыз. Біздер тура жолды табуымыз үшін Аллах субханаху ва тағаланың уахийі, Алла тағаланың елшілері керек болады. Сондықтан да ғасырлар бойы Аллах субханаху ва тағала адамзатқа, әрбір ұлтқа, әрбір руға қандай өздерінің арасынан бір пайғамбарды жіберіп отырған. Тарихқа қарайтын болсаңыз, тарихта 124 мыңнан аса пайғамбар адам баласына келген. Барлық жаққа адамзатына. Анау Аляскаға да барған, анау жағы оңтүстік Америкаға да барған, сол индеецтердің арасында түскен. Бірақ ақыр заман пайғамбары Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам деп біздің пайғамбарымыз не қылғанда. Не үшін біз осы жерде бір сұрақ туындайды да, неге пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам алдыңғы пайғамбарлардың барлығы бір қауым елге, бір ұлтқа, бір өңірге пайғамбар етіп жіберілді де, Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам бүкіл адамзатқа пайғамбар етіп жіберілді деген бір сұрақ туындайды да. Оның жауабы оңай. Бұл өйстіп пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның бүкіл адамзатқа пайғамбар етіп жіберілуінің өзі ол кісінің ақиқат пайғамбар екенінің бір белгісі. Қалай? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан алдыңғы заманда
пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан алдыңғы заманда адамзаттың өркениеті дамымаған еді, білесіздер. Бір жерден, бір қаладан екінші қалаға дейін хат алу үшін адамдар айлап жол жүретін болған. Мәселен, мына сол кездегі Шымкент пен Алматыдан осыдан бір 2000 жыл алдын Алматы мен Шымкенттің ортасында хат алмасу үшін адамдар бір апта, 2 апта уақытын құртатын болған. Бір жаңалықты есту үшін де сондай болған. Демек, сол кезде мәселен бір пайғамбардың бір жерден шығып, оның жаңағы бүкіл жер шарын аралап кетуі, басқа қылу мүмкін емес болған. Сондықтан да Алла субханаху ва тағала әрбір ұлтқа, әрбір руға бір пайғамбар жіберіп отырған. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам заманында Алла субханаху келешекті де біледі, өткен шақты да біледі, осы шақты да біледі. Алла субханаху заман мен мекеннің сыртында. Алла субханаху заман, мекен еш нәрсеге мұқтаж емес. Алла субханаху тағала миллион жылдан кейін не болатынын біледі, миллиард жылдан кейін не болатынын біледі. Сондай Алла субханаху өзінің жаңағы ғайыпты білуші сипатымен пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның үмбетінің арасында осындай пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарлық ететін уақытта осындай ғылым технологияның дамитынын, бүкіл жаңағы ай шартараптың бәріне бір секундтың өзінде жарты әлем емес, бүкіл әлемге бір жаңалық бір секундтың өзінде жетуі мүмкін болғандығын білгендіктен алысында бүкіл адамзатқа бір пайғамбар жібере салды. Неге? Өйткені бір адамның сөзі барлығына жетеді, не қылып отырады. Онда ешқандай күмән жоқ, дұрыс күмән жоқ. Сондықтан да біздер егер тура жолды тапқымыз келсе, міндетті түрде Құранға және хадиске сүйенуіміз керек. Құран және хадистің сыртында біздер өзіміз тура жолды таба алмаймыз. Адам өзінің ақылымен қанша ойланатын болса да тура жол таба алмайды. Сондықтан да кейбір адамдар мәселен тасқа табынып кетті, кейбір адамдар бұтқа табынып кетті, кейбір адамдар сиырға табынып кетті, кейбір адамдар басқаға табынып кетті. Жаңағы бір күні бір жігіт айтады, жаңағы Дубайда тұрсам, екі кісі неге табынып тұр екен дейді, жаңағы Индия, Үндістан жақтың бір екі кісі неге табынып тұр екен дейді, жаңағы лифтке табынып тұр екен дейді. Сонымен сұрадым дейді, неге бұған құлшылық қылып жатсыңдар лифтке десем, бұл лифт біздің құдайымыз деп айтады дейді. Қалай сенің құдайың десем, сонша жаңағы 80 этажға көтереді, 80 этаждан түсіреді, 80 этажға көтереді, түсіреді. Осы құдай емей немене деп айтады дейді. Яғни адам өзінің ақылына ғана салатын болса, ол өзіне пайда тигізгеннің барлығын құдай деп кете береді. Содан кейін құдайлардың саны да көбейеді. Одан кейін екінші ақылға қарама-қайшы келеді. Неге? Өйткені егер Алла субханаху тағаладан өзге жаңа құдайлар мына әлемде өте көп болатын болса, мына әлемнің заңдылығы бұзылып кетеді. Мысал ретінде мынау жаңағы ненің киноларында, батыстың киноларында шығарады, жаңағы Зевс құдай, жаңағы күннің құдайы дейді, біреу шамалдың құдайы, біреу ненің құдайы, құдайлардың ортасында конфликттер болып жатады, қырылып жатады, не болып жатады. Субханалла, мәселен, олар айтқандай жаңағы айдың құдайы, күннің құдайы бір бөлек, жердің құдайы бір бөлек, шамалдың құдайы бір бөлек, әрқайсысы маған құлшылық қылып жаңағыдай араларында конфликт қырылатын болса, онда адамзат мына жер шарында, жер бетінде өмір кеше алмайтын еді. Неге? Әрқайсысы бөлек-бөлек болып жан-жаға тартылып жаңағылардың сүйреттегендей боламыз, әрқайсысы жан-жаға тартылып, мына әлем әлдеқашан жоқ болып кететін еді. Бірақ әлемнің барлығы аса бір дәлдікпен, мәселен, жер шары секундына 30 км тездікпен айналып бара жатыр. Жаңағы секундына 29 км тездікпен айналатын болса, жер мұздап қатып қалады. 31 км тездікпен айналатын болса, күннің жаңағы ыстығынан күн болып өртеніп кетеді. Осының барлығын дәлме-дәл қойған адамзаттың мәселен бойындағы 4 миллиардтан аса жасушы бар. Соның барлығы өзінің керекті орнында орналастырған Алла субханаху ва тағала бір ғана құдай бар екенін білдіріп тұрды. Бірақ біз енді осы нәрсеге өзіміздің тек қана ақылымызбен ғана сүйеніп таба аламыз ба? Тек қана Алла субханаху ва тағала оның құлшылықтары мынандай, ол былай құлшылық қылуымыз керек, былай істеуіміз керек деп өзіміздің ақылымызбен не аламыз? Жоқ. Бізге сондықтан да не? Құран және хадис түсіреді. Алла субханаху ва тағала Құранда айтады: "Валақад макканнахум фима иммакканнакум фиха ва джаална лахум сам'ан ва абсара ва афида фама агна анхум сам'ухум ва ла абсаруhum ва ла афидатun min shay id kanu yajhaduna bi ayati Allahi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un." Яғни расында оларға сендерге берген мүмкіншілікті берген едік дейді. Расында оларға сендерге берген мүмкіншілікті, яғни бізден алдыңғы қауымдарға да бізге берілгенде ақыл, ой, барлығы берілген еді дейді. Сондай оларға есту, қараңызшы, көру және ойлау қабілетін берген едік дейді. Бірақ олардың құлақтары, көздері және жүректері дейді ешбір пайда бермеді. Ойлау қабілеті бар еді, олардың ақылдары бар еді, бірақ сол ақылдарымен тастарға табынып кетті. Ақылы бар еді. Кім айтады?
Омар радиаллаху анхудан бір риуаят келеді ғой, жаңағы бір күлетінді, неге күлесіз десем, кезінде біздер жаңағы қолдан наннан бір құдай жасап алып, содан сыйынып, содан бала сұрап, содан жәрдем сұрап жүретін екті, қарнымыз ашса сол құдайымызды жеп қоятын ектіп. Осы нәрсеге кетіп қалады да адам. Оның ақылы пайда бермей қалады да. Сондықтан да Аллах субханаху ва тағала адамзаттың тура жол табу үшін Құранды және сүннетті түсірген да. Өйткені олар дейді, Алланың аяттарына қарсы келетін еді дейді да, көрдіңіз бе? Алланың аятына қарсы келсеңіз, Аллах субханаху ва тағаланың аятын, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның хадистеріне қарсы келетін болсаңыз, сіз 1000 жерден ақылды болсаңыз да адасу жолын таңдайсыздар. Олардың мазақтаған нәрселер бастарына жетті дейді. Олар Құранды мазақ етіп, дінді мазақ етті, бірақ не болды? Олардың бастарына, өздеріне зиянына жұмыс істеді. Сондықтан да біз бір нәрсені жақсылап білуіміз керек. Біздер тура жол табатын болсақ, Аллах субханаху ва тағаланың Құран аяттарымен және пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның хадистерімен біздер тура жол табамыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Саба сүресінің 50-ші аятында айтады: وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحَى إِلَيَّ дейді. Яғни, мен егер тура жолға жететін болсам, мен егер тура жолмен жүретін болсам, ол маған уахи етілген нәрсенің себебінен орындалып жатыр дейді. Илайя рабби фабима юха илайя, яғни маған Раббым Алла тағала уахи еткен нәрсе себепті мен тура жолға бастап жатырмын дейді. Мен бір тура жолмен жүріп жатқан болсам, ол мен осы нәрсенің себебінен болып жатыр дейді. Үшінші белгісі ақылдың жағы тек қана бір өзінің шеңберінде, өзінің жұмыс істеуге қауқары болған, өзінің жұмыс істеуге шамасы келетін жерде ғана жұмыс істейтін тағы бір белгісі, адамдардың арасындағы түйткілдерді шешу үшін ақылға ғана сүйеніп біз үкім бере алмаймыз. Неге? Өйткені қырылысқан, қасарысқан екі тарапта да өзінше бір ақыл бар, өзінше бір ой бар да. Ол екеуі де айтады, менікі дұрыс деп тұрады. Мәселен, бала мен әке дейік, бала мен әке қырылып қалды. Бала айтты, мен мына мал дәулетті өзім тапқам деді. Қинадым, еңбектендім, осыны өзім таптым деді. Мен неге әкеме осыдан беруім керек деді. Өзім жұмыс істедім ғой. Әкем жұмыс істеген жоқ. Әкем мені тек қана дүниеге әкелді, болды. Жұмыс істеген жоқ. Мен оны өзім таптым. Неге мен әкеме беруім керек деп жатса? Сіз ақылыңызға салып қарасаңыз, ол дұрыс сияқты да. Әке тарапқа қайтайық. Әке, егер мен болмасам, мына бала мүлдем дүниеге келмейтін еді. Мен бұл баланы дүниеге алып келдім. Бақтым, қақтым, осылай жаңағы тәрбиеледім, осылай дүние табалатындай оқыттым. Енді маған дүниесінен беру керек деп ол өзінікін дұрыс деп айтады. Енді біз осы екеуінің ортасына үкім беру үшін қайсынікі дұрыс деп айтамыз? Не нәрсеге сүйеніп, оны сенікі дұрыс, себебі мынандай факт деп, қандай фактты, қандай дәлелді алға сұраймыз? Әркімнің өзінің ақылы бар, өзінің несі. Анау бір жігіт жаңағы Европаға барған, әкең қандай адам деп бір жаңағы неден сұрасам дейді, атеистен, әкең қандай адам деп сұрасам, қандай әке деп айтады дейді. Әкең ше, мені дүниеге келуіме себепші болған еркекті айтып жатсың ба деп айтады дейді. Әке, оның алдында қызметім бар, оған қызмет қылуым керек, оған жақсылық жасауым керек емес, мені дүниеге келуіме себепші болған еркек деп айтады. Қарашы. Тіпті қазір жаңалықтардан Daily Mail болсын, Washington Post болсын, кез келген жаңалықтардан қарасаңыз, ақш-та болсын, Британияда болсын, қазір ата-ана деген терминді алып тастауымыз керек деп жатыр. Ата-ана деген терминді алып тастауымыз керек дейді. Неге? Өйткені жаңағы ол үшінші нені таңдайтындардың құқығына зиян келтіреді. Ол жүрегіне зиян келтіреді деп. Өздерінің ақылдарының жеткен жері осы жер олардың да. Олардың да ақылдарының барған жері, жеткен жері осы жер болып жатыр да олардың да. Субханалла, мына сигнализация бір машинаның Аллаху мустаан. Жеткен жері осы болып жатыр да, көрдіңіз бе? Ал енді осы екеуінің ортасында біз қалай ақылымызбен үкім береміз? Не нәрсеге сүйеніп, не аргумент, не факт айтып, біз осы қырылысқан тараптарды, бір-бірімен неғылған тараптарды
қалай шешеміз? Түйінін шешіп береміз. Ал Құранға қарайтын болсаңыз, Құран-ы Кәрімде Аллах субханаху ва тағала Алланың кітабына, яғни Алла тағала Алланың кітабына және пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның хадистеріне қайтеді. Неге? Өйткені бұл адамды жаратқан, адамзаттың әлемін жаратқан, күндерді, аспанды, жұлдыздарды жаратқан Алла субханаху ва тағала әкеге не керек екенін, балаға не керек екенін, әйелге не керек екенін, күйеуге не керек екенін, кім қалай аталу керек, ата-ана деп аталу керек, барлығын берді Алла. Неге соны жаратты? Жаратылыстың иесі. Жаратылыстың иесі Алла субханаху ва тағала. Мәселен, жаңағы Мерседес деген машинаны жаратқан немістің механигі Мерседеске не керек екенін бәрімізден жақсы біледі. Тесланы жаратқан, Тесланы ойлап тапқан жаңағы Тесланың механигі сол Теслаға не керек екенін бәрімізден жақсы біледі. Тура сол сияқты нәрсе. Алла субханаху Құран-ы Кәрімде дейді: "Фаин таназа'тум фи шай'ин фаруддуhu ила Аллахи ва расул ин кунтум ту'минуна биллахи вал йавмил ахир. Залика хайру ва ахсану ta'wila." Сонда егер бір нәрсеге талассаңдар дейді, оны Аллаға, пайғамбарға ұсыныңдар дейді. Егер сендер Аллаға, ақырет күніне иман келтірген болсаңдар дейді, қараңызшы. Міне осы қайырлы да нәтиже де жақсы дейді. Көрдіңіз бе? Міне осы жерден біздер ақылдың шектеулі екенін білеміз. Ақылдың шектеулі екенін білеміз. Егер біз тек қана ақылдың өзімен үкім беруімізге болады, ақылдың өзіне сүйенуге болады. Ақыл деген шексіз нәрсе, барлық нәрсеге кіріле береді, барлық нәрсеге үкім бере береді десек, жаңағы әке мен ненің ортасындағы түйткілді қалай шешеміз? Қазіргі ажырасу мәселені, елімізде болсын, әлемде болсын, отбасылық құндылықтар өте қатты төмендеп бара жатыр, ажырасу өте көбейіп кетті. Біздің Қазақстанда әр некелесіп жатқан 3 адамның біреуі ажырасып жатыр, өкінішке орай. Бірақ сіз қызбен сөйлессеңіз де, келіншекпен сөйлессеңіз де, күйеумен сөйлессеңіз де, әрқайсысы өзінікі дұрыс деп отырады. Өзінің ақылына сай, өзінікі дұрыс olur. Күйеудің де өзінің ақылына сай, өзінікі дұрыс olur. Ананың өзінің ақылына сай, өзінікі дұрыс olur. Бірақ ол түйткілді қалай шешеміз біздер? Ортақ нүктеге қалай барамыз онда біз? Кімнің ақылына сүйеніп барамыз онда? Аллаху мустаан. Енді бір сұрақ туындайды. Неге ақыл осылай шектеулі қылып жаратылды? Неге ақыл барлық нәрсеге үкім бере бермейді? Неге адамзаттың ақыл, жан-жануарларда ақыл жоқ, иә? Мына жаратылыстардың ішінде тек қана адамзатта ғана ақыл бар. Неге осы адамзатта ғана бар болып тұрып, неге шектеулі? Бір шеңбердің ішінде ғана жұмыс істейді деген сұрақ туындайды. Оның бір 4 себебін айта кетсек. Негізі бұл себеп болғанымен белгілері десек те болады. Ақылдың шектеулі екенінің әрі себебі, әрі белгілері. Ең біріншісі, Аллах субханаху ва тағала ақылды осындай не дейді? Кемшілікті етіп жаратты. Аллах субханаху ва тағала кейбір нәрселерге кемелдік береді. Кейбір нәрселерге кемшіліктілікті береді. Мәселен, ақылды шексіз етіп жатқан жоқ. Қаншадан қанша ғалымдар, бүкіл ғалымдар өздерінің ғылым технологияларын жинап келсін, барлық нәрсесін жинап келсін де, бірақ мына әлемдегі болып жатқан құбылыстардың барлығына ақылға сыйымды, тұшымды бір нәрсе, барлық нәрсеге жауап бермейді. Дұрыс, кейбір нәрселерге жаңағы ақылдың шеңбері көзбен көріліп, қолмен ұсталып, құлақпен естіліп, иіс сезіліп, ауызбен дәм сезіліп, осылай енді ақылдың шеңбері жүретін нәрселерге үкім береді. Бірақ кейбір нәрселерге үкім бере алмайды. Мысалы, рух әлемі. Рух деген не нәрсе? Бір құс па? Немесе адам сияқты нәрсе ма? Немесе бір қай жерде тұрады? Жүректе тұра ма? Аяқта тұра ма? Белде тұра ма? Мида тұра ма? Қай жерде тұрады ол рух деген нәрсе? Білеміз, адамзат жаратылғалы бері мәңгі өмір сүргісі келеді. Бірақ жаңағы анау рухты бір Аладдиннің құмырасы сияқты бір құмыраға салып алып, өмір бақи ұстап жүрсек те. Бірақ біз осы уақытқа шейін таба алдық па рухтың ақиқатын? Жете алдық па? Бүкіл ғылым технологияны дамыған заманда тұрмыз. Ұшына шықтық. Японияда, Германияда сондай аппаратуралар бар. Адамды салатын болса, бүкіл адамның организмін қай жерде қандай жазу, қалай жұмыс істеп тұрғанын біліп береді. Бірақ солардың өзі айта алмайды, рух деген мынандай кейіпте екен, былай екен. Біз мынандай деп ақылға сыйымды бір жауабын ұсына алмайды. Неге? Аллах субханаху ва тағала солай қалады. Ақылды осындай кемшілікті қылып жаратуды қалады, кемшілікті болды. Екінші, ақыл, жайттық қой, сезім мүшелерімен білінуі мүмкін болған нәрсеге байланған. Яғни, ақыл
сезім мүшелерінің сезім мүшелерімен білу мүмкін болған шеңбердің ішінде ғана жұмыс істей алады да. Оның сыртында жұмыс істей алмайды. Мысал ретінде айтайықшы, бір кішкене түсінікті болу үшін, осыдан 300 жыл алдыңға барайық. Тәуке ханның заманына барайық. Тәуке ханның заманында бір адамға келіп айтсаң: "Ей бауырым, мынандай аппарат бар. Мынандай аппарат бар. Ішінде кондиционер, салқын. Жаздың ыстығында, 45 градус ыстығында салқын. Немесе қыстың ызғарлы аязында жып-жылы бір бөлменің ішінде. Алматы мен Шымкентке 850 километр. Немесе Астана мен Шымкентке 1,5 километрге 1 сағат, 1,5 сағатта бару мүмкін болады десек, сол замандағы адамдар не ететін еді? Мынаның ақыл есі бүтін емес деп үкім беретін еді. Неге? Өйткені олар ол нәрсені қорыта алмайды. Басына кірмейді, ол нәрсе сыймайды. Шыңғыс ханның мәселен мініп жүрген мыңдаған сәйгүлігінен біздің ең жаман көлігіміз жақсы болды. Дұрыс па? Шыңғыс ханның анау отырған алтын тағы, сондай бір жұмсақ алтын тағынан біздің қазіргі бір ғана үйімізде ең кедейіміздің үйінде тұрған кроват дивандарымыз жақсы. Содан мамық. Сол замандағы адамдарға қазіргі өзгерістерді айтсаң, қалай қабылдайтын еді? Мысалы, Алматыда тұрған біреу, Индияда тұрған біреумен, Әмір Темірге, Ақсақ Темірге, Индияға шейін жол жасаған Ақсақ Темірге, Алматыда тұрған біреу, Индияда тұрған біреумен телефон арқылы бір сәтте, бір уақыттың өзінде сөйлесіп, хабарын алады десе, не айтатын еді? Сөйлесіп хабарын алу емес, оның көріп, жүзін көріп бұлай мән-жайдан біле алады десе, оған не айтатын еді? Неге? Өйткені ақыл, жаңа айтқанымыздай, сезім мүшелері, және көз, құлақ, мұрын, ауыз ұстау сияқты сезім мүшелері бар белгілі. Сол сезім мүшелерімен білінетін нәрсеге байланғанда, оның сыртындағы нәрсені қорыта алмайды. Оның сыртындағы нәрсені өкінішке орай түсіне алмайды. Сондықтан да айтатынымыз, ақылдың жаңағы түсінуі, ақылдың қорытуы, ақылдың бір қорытынды шығаруы сезім мүшелеріне байланған нәрселерге ғана белгілі да. Егер оның шеңберінен шығып кететін болса, өзі бір таңғажайып нәрселерді алып келіп жатады. Үшінші мәселе. Ақылға әрқашан ақыл бірдей болып тұрмайды. Ақыл өзгеріске ұшырап тұрады. Бір адамның ақылы әр уақыттарда өзгеріске ұшырап тұрады. Солай емес па? Мәселен, адамға нәпсі қалауы деген нәрсе жолығады. Нәпсі қалауы жолығады. Мысалы, арақ ішіп жатқан адам білет, арақтың денсаулығына зиян екенін білет. Дұрыс па? Бірақ нәпсі қалауы соны қатты қалап тұрды. Кеше мәселен Фейсбукта әжептәуір үлкен елге ақыл айтып жүрген бір ақсақал көкеміз айтады. Арақ дегеніміз жаңағы ақтан шығып жатыр. Оны арылы адам ғана ішеді. Ковидтің кезінде қаншадан қанша адамды сақтап қалған осы болды. Енді оның жаңағы нәпсі қалауы сол арақты пайдалы қылып шығаруға жұмыс істеп жатыр да. Сөйтіп соған жаңағы ақылына приказ берді. Өзінше адамдарға ақыл тұрғысындағы дәлелдерді алып келіп, иландырмақшы да. Арақ бұл жақсы нәрсе деп. Бірақ сол көкемнен сұраңызшы. Ей, перзенттеріңіз, немерелеріңіз, келіндеріңіз арақ ішетін болса, арақты ішіп мас болатын болса, риза боласыз ба? Жоқ, риза болмайды. Өзі үшін риза да ол, өзгелер үшін риза. Бірақ ешкім ақыл есі бүтін адам бала шағаның арақ ішуіне риза болмайды. Ислам шариғатында оны арақты білесіздер, харам еткен. Бірақ нәпсі қалауы, кейбір адамдарға нәпсі қалауы ақылымен араласады да, ол жаңағы үкім, ақылдан шығып жатқан үкім бе, немесе нәпсі қалауынан шығып жатқан үкім бе, белгісіз. Кейбір адамдар айтады, мәселен, жесір әйелдер төсекті қалап жүреді. Оған барғандар сауап болар екен деген сөз айтады. Неге? Өйткені сол қалап жатыр, біз оның жаңа қалауын неғып жатырмыз деп өздерінше ақылға салады.
Бірақ субханалла, өзінің анасы жесір қалатын болса, әпке қарындасы жесір қалатын болса, соған солай жасалына, солай мәміле жасалып, сауап жинайтын орын деп соның әйеліне, әпке қарындасына, анасына біреу келетін болса, ашуланады. Неге? Бірінші кезде ол нәпсі қалауымен шатысқан. Ақыл емес, нәпсі қалауының негізінде беріліп жатқан үкіметті. Екіншісі бұл ақылдың негізінде үкім беріп жатыр. Көрдіңіз бе? Ақылға осындай нәрселер шатысып тұрады. Ақылға сезім араласып кетеді. Көпшілік, мәселен, аналарымызда болады, сезім араласады. Ата-аналарда сезім араласқан кезде өзінің баласының айтып жатқан сөзі, өзінің баласының ұстанып жатқан ұстанымы дұрыс емес болса да, менің баламдікі дұрыс дейді. Мұғалімдермен қырылып жатады, достармен қырылып жатады. Неге? Өйткені сезім араласып кетті. Немесе ашу араласып кетеді. Ашу араласқан кезде білеміз, ашуланған адам шешім қабылдаған кезде ақыл ол да ойлап жатыр, ақылмен ойлап жатыр. Бірақ шешім қабылдаған кезде шатасып кетеді. Қай жақтан шығып жатыр білмей қалып жатады. Мәселен, бірде мен неге бардым? Жаңағы Эр-Рияд қаласынан Мекке қаласына сапар шектім. Арасы 1000 шақырым жер. Сонымен бір 900 километр жол жүріп барып, Таиф деген қалаға тоқтадым. Таиф қаласы жаңағы Мекке қаласынан бір 100 шақырымдай ма жерде тұратын қала. Сол жерде біз ихрамға кіріп, умраға баруымыз керек. Сол жерге барып, жаңағы балдарға хабарласып, алдын ала 10 күн алдын жаңағы гостиница алып қойыңдар, қонақ үй алып қойыңдар деп не қылып қойғанбыз, заявка, өтініш беріп қойғам. Балдар хабарласып, қонақ үй алып қойғансыңдар ма, есімізден шығып кеткен дейді. Жаңағы қонақ үй алмаған болып шықты. Сонымен Booking деген программаға кіремін де, қонақ үй іздесем, қонақ үй жоқ, Меккеде қонақ үй жоқ. Уже ашу араласты, басқа ақылды қонақ үй таба алмаймын дедім. Сол жердегі ақылын білмеймін, қайту деген нәрсені ишара жазады да, 900 километр барып тұрып, Меккеге кірместен, умра жасамастан артқа қайтып кеттім. 900 километр қайтып, артқа қайтып кеттім. Үйге келген екен ойланам ғой. Әтебі субханалла, қиналсам да, шаршасам да, машинаны бір жерге, көлікті бір жерге қойып, умрамды жасап келіп, Құдайға құлшылығым жасап келіп, өзім жаңағы көшемен көше жүріп, бір гостиница десем болмайтын бет деген сияқты ойларға барам да. Көрдіңіз бе? Адам ашуланып тұрған кезде бір ақылмен ойланады да, басқа жерге ақыл. Яғни адамға осындай нәрселер келе береді. Күмән да, мәселен, бір нәрсеге адам күмәнданатын болса, бір адамның өтірікші яки шын айтып жатқанда күмәнданатын болса, ол ақылға сыйымды кез келген нәрсе айтса да, оның сөзін еш нәрсені қабылдамайды. Сондықтан да кейбір данышпандарымыз айтады да, қалай ақыл дейді, жалғыз өзі аман шығуы мүмкін дейді. Оның айналасында нәпсі қалауы мен шахуат екі нәрсе орап алған болса, қалай ол барлығынан аман шығады дейді, көрдіңіз бе? Үшіншісі, ақыл деген барлық адамдардың бірдей келісе беретін нәрсесі емес. Барлық адамдардың бірдей келісе беретін нәрсесі емес. Мәселен, қазіргі радикальный ақылға сүйенетін адамдар бар. Радикальный тек ақыл болып басқа еш нәрсе қабылдамаймыз. Ақыл қисынға келсе қабылдаймыз, қисынға келмесе қабылдамаймыз деген радикальный ақылға сүйенетін адамдар бар ғой. Оларға қарап тұрсаңыз, как будто, мәселен, ақыл барлығы бір кітап, қағида сияқты да. Барлық адамның ақылы бірдей, барлық адамның ақыл деңгейі бірдей, қағида, кітап сияқты да. Соның шеңберінде үкім береді екен сияқты. Олай ғана ел жұртқа солай ақылды солай сөйлетіп жатады да. Жоқ, олай емес. Ақыл, мәселен, Талғаттың ақылы бір бөлек, Бекжанның ақылы бір бөлек, Абдулланың ақылы бір бөлек, Нұрсұлтанның ақылы бір бөлек. Әр қайсының өзінің ақылы бар. Біз үкім еткен кезде қайсының ақылына сүйеніп үкім береміз. Әрине, кейбір нәрселер бар, жаңағы ақыл иелерінің барлығы бір ауыздан келісетін кейбір нәрселер бар. 2-ге қоссаң 4 деген сияқты, 3 бірден үлкен деген сияқты. Бірақ келісетін нәрселері бар болғанымен, ақыл иелерінің келіспейтін нәрселер өте көп. Сондықтан да мәселен, мыңдаған діндер бар, мыңдаған философиялар бар, жүздеген жолдар бар. Мәселен, әшейін бір жаңа не дейді, медицина ғылым болсын, физика ғылым болсын, бір мәселенің өзінде жүздеген теориялар бар. Тұжырымдамалар бар. Ақылдың негізінде туындап жатқан тұжырымдамалар. Мен мынандай деп түсіндіреді, біреу мынандай деп түсіндіреді, біреу былай деп түсіндіреді.
барлығы кетеді да, дұрыс па? Ол ма? Бір адамның ақылы кеше басқаша ойлануы мүмкін, бүгін басқаша ойлануы мүмкін, ертең басқаша ойлануы мүмкін. Бәріміз сондай кезеңнен өттік. Кішкентай кезімізде, жас кезімізде әкемізді қалай көретін едік? Мен бірінші кішкентай кезіңізде айтасың, әкем ең ақылды дейсің. Анау переходный өтпелі кезеңге барған кезде не дейсің? Менің әкем ешнәрсені түсінбейді дейсің. Мен неге түсінбей жатыр дейсің де. 22-ге, 25-ге келген кезде әкем біраз нәрсені білер екен, біраз нәрсені білмейді екен дейсің. 40-қа келген кезде әкем дана болған екен дейсің. Әкем, баланың әкемен болатын мәмілесінің өзінде бірнеше кезеңде бірнеше ақылы өзгеріске ұшырап жатыр. Демек біз кімнің ақылына сүйенуіміз керек? Кімнің ақылына сүйенуіміз керек? Сондықтан да енді бір адамдар айтады да, осы жерде осылай айтып жатсақ, кейбір адамдар түсініп қалуы мүмкін да. Абдулахат ақылды шектеп тастағысы келіп жатыр. Ақылмен ойланбаңдар. Ақылға ырық бермеңдер. Ақыл сендерге керек емес. Анау бір карикатуралар тұр ғой. Жаңағы егер келте балақтылықтың жолына түсетін болсаң, адасқан топтардың жолына түсетін болсаң, саған ақыл керек емес деп ақылын тастап, өздерінің идеологиясын тығып тастап жатыр. Солай деп жатыр мүмкін. Біз ақылды мүлдем шектеп тастап жатқан жоқпыз. Ақылды өзінің шеңберінде, өзінің өсінде жұмыс істет дейміз де, өзінің өсінде жұмыс істет дейміз. Мәселен, адам ақылды істетті, шексіз ойланды. Өзінің шеңберінде шексіз ойланды. Қалай? Сөйтті да самолет ойлап тапты. Бірақ өзінің шеңберінде, қалай өзінің шеңберінде? Ол самолетті еш нәрсеге ұқсатпай, еш нәрсенің баламасыз, бұл топ-топ бір нәрсені тапқан жоқ қой. Құсты көрді, құстың ұшып жатқанын көрді. Сол сияқты ұшу армандады. Содан кейін бір белгілі бір жаңағы кезеңдер болды. Бірінші былай істеді, бірінші былай. Білесіздер ғой, самолеттің осы кезеңге дейін қалай келгеніне. Осылай өтіп келді. Бірақ ол деген сөз, ақыл өзінің шеңберінде жұмыс істеп жатыр. Өзінің шеңберінде жұмыс істеп жатыр. Ғайып білмей кетіп қалып жатқан жоқ. Яғни өзінің жаңағы сезім мүшелері арқылы сезу мүмкін болған шеңберде жұмыс істеп жатыр. Сол шеңбердің ішінде сіз шексіз ойланыңыз. Сол шеңбердің ішінде қалағаныңша әрекет жасаңыз. Сіз тек қана мақтау естісіз. Ал егер де оның шеңберінен шығып кететін болсаңыз, бұл ақылды кінәлау емес, ақымақ санау емес бір адамды. Керісінше, оны сыйлау, оны құрметтеу болып саналады. Ақылды өзінің шеңберінде жұмыс істеу, бір ақылдың күшін жойып тастау, ақылды біз саптан шығарып жіберміз. Керісінше, оны біз құрметтеп жатқанымыздың белгісі. Қалай сонда? Мәселен, бір адамды көрдік, 10 жыл біреу жаңа кашалкаға барып, тас көтерді. Денелері ісіп кеткен. Қазақстанда ең мықты кім деп білесіздер сіздер? Жаңағы ең күш қуаты көп кім деп ойлайсыздар? Мәселен, мысалы, Ардақ Назаров деген бауырымыз мысалға, өте мықты жігіт. Сол Ардақ Назаров деген бауырымызды әкеліп тұрып, сен 3 тоннаны көтер десек. Сен мына мықтысың ба? Мықтым деп жатсың ғой сен. 3 рет әлем чемпионы болдым деп жатсың. Мына 3 тоннаны көтерші десең. Геннадий Головкинге сен мына 3 тонна жүкті көтерші десең. Біз сол Ардақ Назаровқа, Геннадий Головкинге құрмет танытып жатқанымыздың белгісі ме? Или оны мазақ қылып жатқанымыздың белгісі ме? Әрине оны мазақтап жатқанымыздың белгісі. Неге білеміз? Адамзаттың күші, қайраты 3 килограмм, 3 тонна жүкті көтеруге жетпейді. Неге? Бірақ біз оны сен мықтымын деп жатсың. Жаңа кімге айтамыз? Головкинге. Сен 3 поезд алдың, жаңағы Канелодан басқа ешкімнен жеңіліп көрген жоқсың. Давай мені көтер шыққан 3 тонна мықты болсаң ал деп айта аламыз ба? Айта алмаймыз. Неге? Өйткені оның өзінің бір жұмыс істейтін шеңбері бар. Тура сол сияқты ақылды да өзінің шеңберінде, өзінің мүлкінде, өзінің мемлекетінде ол үстем. Бірақ оның сыртына шыққан кезде, шеңбердің сыртына шығып кеткен кезде, ол кейбір нәрселерді түсіне алмастан, кейбір нәрсе біле алмай жатады. Ұзаққа бармай қояйық. Тіпті кейбір көзбен көрілетін нәрсені де ақылмен біле алмаймыз. Мысалы, кім айта алады? Сахарада қанша түйір құмның данасы бар? Көзбен көріп тұрмыз ол нәрсені. Бірақ оны білуімізден білмейміз. Сондықтан да Аллах субхана ва тағала бізге ақыл берді. Ұзақ. Өзіміздің шеңберіміздің сыртындағы нәрсені танып білуіміз емес.
біздің шеңберіміздің жақын нәрсені, осы шеңберімізге, ақылымызға сиятын дүниелерді танып білу үшін Аллах субханаху ва тағала біздерге ақыл берді. Сондықтан да пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір хасан хадисте жаңағы пенделерге, үмбеттеріне мейірбандық танытып, пайғамбар саллаллаху айтады да, Аллах субханаху ва тағаланың заты жайлы емес, Алла тағаланың жаратқан жаратылыстары жайлы ойланыңдар дейді. Неге? Өйткені Аллах субханаху есім сипаттарын ойланып ақылымызға сыймайды ол нәрсе. Неге? Аллах субханаху ва тағала заман мен мекеннің сыртында деген нәрсені кім ақылына сыйғыза алады? Кейбір адамдар Алла тағала мекенге мұқтаж емес десең, айтып жатады мәселен, Алла тағаланы жоқ қылып жібердің сен деп. Жоқ. Аллах субханаху ва тағала халик, жаратушы Алла тағала. Біздің жаратылғандардың ойына, біздің жаратылғандардың қойған заңдарына ол Алла тағаланың несі, заты сыймайды. Түсінесіздер ме? Енді тағы бір соңғы мәселемен осы жерді бітірсек, осы мәселе ақыл жайлы соңғы мәселе айтсақ, мына батыста болсын, мына елімізде де кішкене қылаң берген, көрініс беріп жатқан кейбір топтар болып жатыр да. Барлық нәрсені ақылдың шеңберінде шешуіміз керек дейді. Ақылды жаңағы бір иләхи, яғни Құдай деңгейіне көтеріп жіберіп жатқанын көріп жатамыз да. Бірақ олар не дейді? Тек қана сезім мүшелерімен көрінетін, білінетін нәрсені ғана қабылдап, мойындап жатыр да, одан басқа еш нәрсе мойындамай жатыр да. Болды. Сезім мүшемен біліне ме? Мына нәрсе мынан бар ма? Болды, бар, мойындаймыз. Мынан бар ма? Бар, болмайды. Ақылына сыймай ма? Жоқ, болды, мойындамай жатыр да. Сөйтіп мәселен атеизмге кетіп жатыр, басқа қылып жатыр. Әлемнің әлемді мәселен жаратылған әлемді жаратушы Аллах субханаху ва тағала екенін, оны көрмегеннен кейін, жаратушыны көрмегеннен кейін, әлемді жаратқан Алла тағала деп мойындамай жатыр да, Құдай сақтасын. Оларға айтатын бір сөзіміз бар. Сіз ақылыңыз сезім мүшелерінің сыртындағы нәрсені мойындамайын деп жатсыз. Сіз өзіңіз сезім мүшелеріңізбен біле алатын, ұстап көруіңіз мүмкін болған нәрсені де ақылға сиятын бір түсініктеме бере алмайсыз кейбір нәрселерге. Сіз қалай ақылыңыз жетпейтін нәрселерге де осы ақылмен үкім бергіңіз келеді. Мысал ретінде, әлемнің бастауы жайлы ақылға сиятын бір нәрсені ұсына аласыз ба сіз? Немесе адамның сезімі, ашулану сезімі, ол қаяқтан туындап жатыр? Жақсы көру сезімі, жаман көру сезімі қаяқтан туындап жатыр? Соның бәріне неге біздер бір чип қойып, немесе бір белгілі бір әсер қылып, тек қана жақсы көреді, тек қана мені жақсы көреді, осылай қылып әсер етіп жібере салмаймыз? Жаңа айтқанымыздай рух, не болмаса мәселен мына ең адамның мынау миды алып қарайықшы, кішкентай бір жарым келі нәрсе ғалымдардың алдында тұр да, қалағанша кесе алады, қалағанша шағып көре алады. Бірақ бүкіл ағза мүшемізге приказ беріп жатқан орталық қой ми, соның ақиқатын әлі біз анық 100% аша алған жоқпыз да. Мидың сезімдері, мидың ойлану жүйесі өте көп нәрсе мидың өзінде, бір қолымызда тұрған нәрседе көріп тұрмыз да. Соның өзінде біз қанша нәрсені біз ақылға сыйымды жауаппен жауап бере алмаймыз да сұрақтарға, миға қатысты сұрақтарға. Қалай біз мына әлемнің сыртындағы, мына әлемнің жаратылуындағы, бізге ғайып әлем болған үкімге де ақылым жетсе қабылдаймын, болмаса қабылдамаймын деп бас қатырып отырамыз. Ағайындар, Аллах субханаху ва тағала ақылымызды бір шеңбердің ішінде жұмыс істейтін қылып жаратты. Оның шеңберінің сыртына шығаруымыз ақылға деген құрметсіздігіміз болып табылады. Мен олардың мысалын бір мысал ретінде айтайын. Олардың мысалы мынандай мысал сияқты да. Бір құмырсқа аппақ парақтың үстінде кетіп бара жатса, оның үстіне бір адам қаламмен жазып жатса, бір сурет салып жатса, ол суретті көреді, қаламды көреді. Қандай әдемі сурет салынып жатыр да, қаламды көреді. Бірақ оның артындағы адамды, оны салып жатқан адамды, оның ойын, оның несін көре алмайды да. Құмырсқаның жаңағы несі, шеңбері, ойлау шеңбері, оның көру шеңбері сол жерде ғана шектеледі. Ол таңғалады жаңағы ненің парақтың үстіндегі сызылған өрнекке, сызылған суретке, бірақ оны сызып жатқан адамды көре алмайды. Тура мына жаратылыстың барлығын Алла Subhanahu жаратқанда. Біз осындай жаратылыстардың қандай көркем, қандай кемшіліксіз екенін жаратылғанда таңғаламыз да. Бірақ оны жаратушы Алла Subhanahu ва Тағаланы біз ақылға сыймайды деп мойындағымыз келмей жатыр. Субханалла.
Мен бұмен не айтқым келеді? Бұмен айтқым келгені, біздер ақылды ислам шариғаты құптайды, ислам шариғаты ақылды істетуге бұйырады, бірақ Құранда және хадисте келген ғайып білімін біздер не істеуіміз керек? Қабылдауымыз керек. Алла субханаху ва тағалаға толықтай тапсыруымыз керек. Алла өзін бар деді ме? Болды, Алла субханаху бар. Алла тағала періште жіберді ме? Мойындаймыз. Неге? Алла субханаху соны кітап жіберді. Не қылды? Мына әлемдегі құбылыстарды болсын, басқаларды болсын, ислам діні сияқты дұрыстап, ақылға сыйымды қылып түсіндіріп бере алатын ешкім жоқ. Иншалла біз алдағы сабақтарымызда оның барлығына тоқталамыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи пайғамбар екен, ислам дінінің ақиқат дін екендігін әрқайсысына жеке дәлел дәйектермен тоқталатын боламыз. Бірақ сөздің соңын имам Зухридің сөзін бітіргім келеді. Имам Зухри рахматуллах айтады, Алла тағала хат жібереді дейді. Яғни Құран кітабын, уахиін жібереді. Пайғамбар саллаллаху хадистерін, иә. Пайғамбар саллаллаху сол жаңа кітапты, уахиді бізге жеткізеді дейді. Біздің міндетіміз не? Біздің міндетіміз соны сөзсіз қабылдау. Алла амандық берсін иншалла. Келесі сабағымызда, келесі аптада Құдай қаласа, ақыл мен нақылдың, яғни шариғат мәтіндерінің қарым-қатынасын талдайтын боламыз. Хада валлаху алам, ва саллаллаху аля набийина Мухаммад. Тақырыпқа қатысты сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар, комментарийді ашамын. Комментарийді аштым, тақырыпқа қатысты сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. Ва алейкумассалам ва рахматуллах. Ва алейкумассалам. Тақырыпқа қатысты сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. Әйтпесе біздер неден шығуға мәжбүр боламыз. Не еді? Сабақты тоқтатып, тікелей эфирден шығуға мәжбүр боламыз. Сұрақтарыңыз жоқ деймін. Иншалла. Прямой эфир күнде бола ма? Қаншада болады лекцияңыз дейді. Жоқ, прямой эфир аптаның әр сенбісінде болады. Сенбі күн таңертең біздер не қыламыз? Жариялаймыз. Прямой эфирді қай уақытта болатындығын және қандай тақырыпта болатындығын жариялаймыз. Және бұл эфирлердің бәрі сақталады. Ешқайсысы өшірілмейді, сақталады. Қалаған уақытта кіріңіздер, қалағандарыңызша тыңдаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, осы сұрақтың дайректке жазыңыздар. Тақырыптарға қатысты түсінбеген жерлеріңіз болса, дайректке жазыңыздар. Құдай қаласа, альхамдулилля, біздің ислам шариғатында түсіндіріп бере алмайтын, жауап бере алмайтын сұрағымыз жоқ. Алланың діні ақиқат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ақиқат дін ретінде келтірген. Демек, кез келген шешім қабылдарды ақылдың деңгейімен шешім қабылдап, кіре алмаған жерді сүре хадистермен алу керек дейді. Мәселен, ақылдың шеңбері, жаңа айттық қой, өзі сезім мүшелері арқылы білінетін нәрселерді ақыл шексіз жұмыс істей береді. Сезім мүшелері арқылы білінетін нәрселерді ақыл шексіз жұмыс істей береді. Бір сен жақсы, жаман екендіктен. Бірақ Құран және хадис, ғайып білімі дейміз, Құран және хадистің үкімдері, mesela ата-ананың ортасындағы байланыстар, басқалар, Құран және хадистің үкімдеріне қарама-қайшы келмеген тұстарда ақылмен біз жұмыс істей береміз. Бірақ Құран хадиспен келген кезде біз Құран кәрім және хадиске амал етеміз. Енді бұл жерде біздің ақылымыз Құранға, хадиске қарама-қайшы келеді дегенді білдірмейді. Жаңа айттық қой, ақылға көп нәрселер, көп факторлар әсер етуі мүмкін. Сол әсер еткендігі себепті біз дұрыс ақылмен ойлана алмай қалуымыз мүмкін. Сол үшін Құран хадисті біз алғашқы қаламыз. Бірақ дұрыс ақылмен, сау ақылмен ойланатын болса, Құран хадистің үкімдеріне еш уақытта қарама-қайшы келмейтіндігін көреді.